егер жаңағы айтқандағыдай турмен барсаңыз, турдың ұйымдастырушы, яғни гид сізге кеттік болды деп сіздің қалағаныңызша ана жерде жүре алмайсыз. Видеоға, фотоға түсіретін болсаңыз тоже солай. Кеттік. Басқа туристер де тоже асығыстар болады ішінде. Олар да кеттік деп жүреді. Біздің жағдайда солай болды. Мен видеода айтқан болатын. Гидіміз кеттік болды деп. Сондықтан тәуелсіз өзіңіз жүрген жақсы болады негізі. Ең жақсысы сондай саяхат. Міне достар, айтайын дегенім осы. Жалпы турмен барсаңыз сол 10 мың теңге, 20 мың теңге, 30 мың теңгенің көлемінде шығады. Ал егер сіз өзіңіздің машинаңызбен барсаңыз, бензиніңізге жоясыз, жүргеніңізге байланысты, және жататын жер 10 мың теңге, сондай шамада жоясыз.